Мен кәдімгідей жалқау болып бара жатырмын десем, оқырмандарым көбісі сенбейді. Кейде жалқаулық мойныңа отырылады, ештеңе жасаған келмейді, ал сен ондай емес сияқтысың ғой деп күліп жатыр бәрі. Құрсын, қыздар, мен де адаммын ғой, мен де шаршайтын күндерім болады. Сондай жалығып кеткен кездерде кәдімгідей 2-3 сағатымды бөліп мен жақсылап ұйықтап аламын. Сосын ары қарай тағы да жұмыстарымды жасап кете беремін. Менің бір түсінгенім, денсаулық әркімнің өзіне керек. Мен ауырғаннан кейін жақсылап денсаулығымды күтетін болдым. Бұрынғыдай қатты жұмысқа ұрынып, қатты жұмыс жасамайтын болдым. Шынымды айтсам, өзім бір түсінгенім, оған дейін мен мүлдем өзімді аямаған екенмін. Үйдің шаруасы, даланың шаруасы деп жүре берген екенмін да. Шынымды айтсам, мен бір жер шашылып тұратын болса, ол жерде отыра алмаймын. Тек жинау керек, сүрту керек, тазалау керек деп жүре беремін да. Ол да бір аурудың бір түрі екен қарап отырсам. Кәдімгідей аурудың бір түрі болып есептеледі екен. Ана жолы бір оқырманым жазған болатын маған. Бір емес, көп қыздар жазды, сіз кәдімгідей ауру болып қалғансыз ғой деп та. Үй жинай беру, үйді тазалай беру аурудың бір түрі болып есептеледі деген кезде мен оқырмандарыма қатты ренжіген болатынмын. Сендер неге маған олай айтасыңдар? Тазалық сендерге ұнамай ма деген сияқты ше. Ал енді қыздар, сіздердің сөздеріңіздің төркініне енді түсініп жатырмын мен бар ғой. Сол үшін қыздар, өзімізге көңіл бөліп, өзімізге қарап жүрейік.